Сәлеметсіздер ме, қадірлі оқушылар? Бүгін біз сіздермен жаңа формат оқулығынан ковалентті байланыс, валент электрондар жұбының тепсу теориясы тақырыбын үйренетін боламыз. Ал енді біз басында ковалентті байланыс не екенін еске түсіріп алайық, иә? Сіздер жақсы білесіздер, ковалентті байланысымыз екіге бөлінеді: полюссіз немесе полюсті. Полюссіз дегеніміз неполярный, полюсті дегеніміз полярный дегені. Өзінің атымен айтып тұр ғой, иә? Бұларда заряд бар, аздап немесе заряд жоқ деген. Полярность деген бұл заряд қой. Ал енді бұның технологиясына, құрылу технологиясына кішкене назар аударайық. Мысалы, екі сутек атомдары химиялық байланыс құрып H2-ге айналып жатыр. Бұл ретте сутек атомдарының ядросынан сол сыртқы валентті электрон арасындағы арақашықтар әрқайсы элемент үшін бірдей болады. Және ортақ электрон жұбы түзіледі ғой бұл жерде. Сол түзілген ортақ электрон жұбы әр элементтің ядросынан бірдей алыста орналасады. Ал бір сөзбен айтатын болсақ, ортақ электрон жұбы электр терістіктері бірдей атомдардан құрылған десек те болады. Мысалы, фтор газы, хлор, бром, йод, сутек, азот, көмірқышқыл газы да бұған кіріп кетеді екен. Неге? Себебі көмірқышқыл газына көңіл бөлетін болсақ, көмірқышқыл газында мына ковалентті байланыс қасиеттер тұр ғой. Соның бір қасиеті және бағытталу деген қасиеті көрінеді екен. Қазір біз бұл туралы тағы сөйлесіп кететін боламыз. Демек, полюссіз дегеніміз бірдей электр терістіктері, бірдей элементтер арасында жүзеге асады екен. Ал енді полюсті ковалентті байланыс, мына ортақ электрон жұбы, мына элементтердің әрқайсысының электрондары жұптасып жатыр ғой. Ортақ электрон жұбын жүзеге келтіріп, химиялық байланыс құру үшін сол ортақ электрон жұбы кейбір элементке жақындау, ал кейбір элементтен кішкене алыста болады екен. Сол себепті мына жақындау орналасқан атомымыз не болып қалады екен? Аздап теріс зарядқа ие болады екен. Ал мынау өзінен электрондарды біраз алыста ұстап тұрған элементіміз аздап оң зарядқа, және мына сигма плюс немесе сигма минус зарядқа ие болады екен. Демек, қай электроннан, қай элементтен электрондар ұзақтау болса, ол электронның заряды минус болған соң, одан алысқа кеткенде бұл плюс болып қалады, частично. Ал мына электрондар жақындап тұрған үшін, соның әсерінен бұл частично минус болып қалады. Оны сигма әрпімен белгілейді екенбіз. Ал енді тесттерде қалай білеміз бұны деген сұраққа, электр терістіктерінің айырмашылықтары аз болатын элементтер. Нақтырақ айтатын болсақ, бейметалдар арасында түзілетін коваленттік байланыс екен. Түсінікті ме, оқушылар? Демек, ортақ электрон жұбын құратын, түзетін элементтердің электр терістіктері аз айырмашылыққа ие болады екен. Түсінікті ғой, иә? Сіздер периодтық кестені білесіздер. Мысалы, периодтық кестенің сол жағында металдар, оң жағында бейметалдар орналасқан десек, демек, мына олардың айырмашылығы шамасы онша үлкен болмайды екен, да? Жақындау болады екен, аздап айырмашылыққа ие болады екен. Бұл деген сөз бейметалдар арасында құрылады, түзіледі деген сөз екен. Түсінікті ғой, иә? Ал енді ковалентті байланыс екі әдіспен құрылады. Біріншісі донор-аксепторлы әдіспен, екіншісі алмасу әдісі. Алмасу әдісі дегеніміз мына электрондардың бір жаққа не болып жатыр? Кішкене жылжу болып жатыр. Ал донор-аксепторлы әдісті сіздермен келесіде сөйлесетін боламыз. Оны білесіздер, естеріңізде бар да шығар. Бұнда біз бөлінбеген электрон жұптары деген қазір біраз төменде тоқталамыз. Сол кезде донорлы аксепторлы механизмді сөйлесіп кетеміз. Демек, сіздерге полюссіз мен полюсті түсінікті болды деп ойлаймын.
полюссіз байланыс электр терістіктері бірдей элементтер арасында немесе бірдей бейметалдар арасында түзіледі екен, ал полюсті байланыс электр терістіктері аздап айырмашылыққа ие болған бейметалдар арасында түзіледі екен. Ал енді қадірлі оқушылар, ұбт-да бүгінгі күнде көптеген сұрақтар, теориялық сұрақтар келіп жатыр. Ковалентті байланыстың қандай қасиеттері бар? Ковалентті байланыстың энергиясы бар. Ковалентті байланыстың ұзындығы бар. Ковалентті байланыс бағытталған. Ковалентті байланыс қанығуға ие, қанығады олар. Ковалентті байланыс полюстенеді. Демек, тағы да ковалентті байланыс гибридтеледі. Ол гибридтелуді сіздермен көріп шығатын боламыз. Енді негізі мына қасиеттер тестте келетін болса, сіздер оған ешқандай кедергісіз, қиыншылықсыз біле аласыздар, белгілей аласыздар. Қадірлі оқушылар, біз сабағымызды жалғастырамыз. Сіздермен гибридтену туралы мәліметтерді алайық. Гибридтену дегеніміз не екен? Гибридтену дегеніміз бұл бізде білеміз S, P, D, F орбиталдар бар, бұлттар. Олардың пішіні және энергиясы бойынша теңесуі гибридтену деп аталады екен. Мысалы, мына жерде менде сызып қойдым, S электрондардың орбиталы немесе бұлты сфера тәрізді. Ал P орбиталдардың бұлты болса, гантель дейді, немесе восьмерка дейді, 8 сияқты, биомы. Сол екеуі қосылып, екі түрлі бұлттар қосылып, пішіні және энергиясы бойынша бірдей және тең бұлттар түзіледі екен, немесе орбиталдар түзіледі екен. Демек, мына жерде енді сіздермен бұл қайдан келген кішкене назар салайық, бұл бізде қайдан келді, мына SP дегендеріміз соған қарайық. Мысалы, сіздер жақсы білесіздер, көміртек атомының 6 протон, 6 электроны бар. Бұл электрондар 1s, 2s, 2p орбиталдарда орналасқан. Көміртектің жұптаспаған 2 электроны бар. Ал қозғалған күйде болса, мына s-тегі, 2s-тегі 1 электрон, мына p-ға көшіп өту нәтижесінде жұптаспаған электрондар саны 4 болады. Олардың біреуі s, ал үшеуі p орбиталдар немесе электрондар. Жай ғана p электрондар немесе p деп атасақ та болады, жай ғана s деп атасақ та болады. Ал енді мыналар бір-бірімен қосылып, реакцияласудан бұрын қозғалған күйге өткен кезде мынандай гибридтенуге ұшырайды екен. Мына 2s-тегі 1 орбитал, 1 бұлыт, мына 2p-дағы 3 орбиталмен қосылып, одан жаңадан бір-бірімен бүркесіп, бүркесу нәтижесінде бірдей 4 орбитал түзіледі екен. Бұл 4 орбиталымыз кеңістікте бірін-бірі итеріп, мынадай тетраэдр құрылысына ие болады екен. Олардың арасындағы бұрыш 109 градус 28 минутты құрайды екен, қадірлі оқушылар. Демек, біз сіздермен S және 3p орбиталдардың бүркесу нәтижесінде sp3 гибридтенуді көріп шықтық. Демек, бұл гибридтенудің бұл түрі қарапайым етіп не деп аталады? sp3 гибридтену деп аталады. Ал енді қадірлі оқушылар, демек, мынандай sp3 гибридтенуге бізде тағы нелер кіреді, мысал болады деген сұраққа аммиак молекуласы, аммоний ионы, гидроксоний ионы, похлор 3 немесе алкандар, циклоалкандардың гомологтық қатарындағы барлық заттар кіреді екен. Енді келесі гибридтену бізде бұл мына көміртек атомындағы 4 электроннан тек қана 3-еу қатысады екен бұл гибридтенуді. Мына көріп тұрсыздар ғой, мына p-дағы 3 электронымыздың тек қана 2-еу қатысады екен, мынау s электрондар. Демек, 1s және 2p бүркесу нәтижесінде 3 бірдей энергия және пішінге ие болған бұлттар, электрон бұлттар, гибридтік бұлттар түзіледі екен. Немесе гибридтік орбиталдар түзіледі екен. Олардың арасындағы бұрыш 120 градус құрайды екен. Ал енді қадірлі оқушылар, бұл sp2 гибридтенуге
нелер кіреді деген сұраққа жауап берейік, иә. sp2 гибридтену негізі өте көп ұшырайды заттарда. Сол себепті бізде оған мысалдар да өте көп. Мысалы, бор хлор 3, SO3, бор фтор 3, мына карбонат анионы, нитрат анионы, немесе органикалық заттардан барлық алкендер, алкадендер, арендер, карбонилді қос байланысқа ие болған қосылыстар. Себебі олардың барлығында сіздер жақсы білесіздер, қос байланыс бар. Енді қос байланыс қайдан келіп жатыр? Мына жерде бізде 1s және 2p электрон бұлттары гибридтенуге ұшырап кетті, ал біреуі не болды? Артып қалды. Сол бір көміртектегі бір электрон басқа бір көміртектегі тағы бір электронмен келесі байланысты, пи байланысты түзеді екен. Сол себепті бұл жерде гибридтену типі sp2 болғанда көбінесе қос байланыстар болады екен. Түсінікті ғой, иә, қадірлі оқушылар? Енді келесі бізде гибридтену типі бұл sp гибридтену. Мына жерден 1s, 1p гибридтену бүркесу нәтижесінде sp гибридтену жүзеге келді. Гибридтенудің бұл түрінде гибридтік бұлттарымыз 1s және 1p-дан тұрады екен. Бұған мысалдарды көретін болсақ, сызықтық қоя, көріп тұрсыздар құрылысы. Мына жоғарыдағын тетраэдр деп айттық, ал мынау үшбұрыштық деп атасақ та болады. Соны жазып жіберейік мына жерге. Үшбұрыштық. Неге? Арасындағы бұрыштар 120 болып тұр, иә. Сол себепті кеңістікте орналасу пішіні үшбұрыштық болады екен. Ал енді мына жерде бізде сызықтық болады. Бұл гибридтену түрінде. Мына көріп тұрсыздар ғой, иә, бір сызық бойынша орналасып жатыр. И бұрышта 180 градусты құрап отыр. Демек, бұның пішіні сызықтық болады екен. Бұған мысал болатын бериллий H2, бериллий гидриді, көмір қышқыл газы, синел қышқылы, тағы органикалық заттардан құрамында 3 байланыс болатын алкендер мысал болады екен. Қадірлі оқушылар, біз сіздермен қазір гибридтенудің 3 типін көрдік. sp3, sp2, sp. Неліктен олай аталуында білдік? 1s және 3p орбиталдар бүркеседі екен sp3-та. Ал sp2-де 1s және 2p орбиталдар бүркесуінен түзілетін гибридтік бұлттар екен. Ал үшіншісінде болса 1s және 1p орбиталдар бүркеседі екен. Түсінікті болған болса, енді келесі бізде мынандай орбиталдарының бүркесуінен түзілетін кеңістік пішінді анықтау мүмкін. Бірақ енді тағы бір бізге сіздерге бір әдісті ұсынғым келіп отыр. Бұл әдістерге қарағанда да өте қарапайым, жеңіл және практикалық жолмен іске асыруға болатын әдіс. Бұл әдісті канадалық физик-химик Гиллеспи ұсынған екен. Сол себепті бұл әдіс бізде Гиллеспи әдісі деп аталады. Гиллеспи әдісін біз бөлінбеген электрон жұптарының тебісу теориясы мысалында да көреміз. Демек, кейбір молекулаларда реакцияға химиялық байланыс түзген неден бөлек, химиялық байланыстардан бөлек, химиялық байланыс түзуге қатыспаған, бірақ электрон жұптары болады екен. Бұндай бөлінбеген электрон жұптары бәрбір олардың кеңістік пішініне әсер етеді екен тебісу нәтижесінде. Олар байланыс түзбеген болса да, бірақ олардың тебісу нәтижесінде кеңістік пішін өзгереді екен. Біраз арасындағы бұрыштардың нелері градусы өзгереді екен, олардың пішіндері өзгереді екен. Соны қазір сіздермен көріп шығамыз. Демек, бұл теорияны Гиллеспи жаратқан. Оның негізгі мақсаты сол әртүрлі типтегі молекулалардың несі екен? Электрон жұптарының және молекулаларының пішіндері екен, геометриясы екен. Сіздермен қазір біз сол молекулалардың геометриялық пішін анықтаудан бұрын молекула типін анықтауды үйренейік.
Бұл үшін біз мысалы бізге зат берілген болса, қандай да бір химиялық формуламен соның ішінен орталық атомды таңдап аламыз және оны А деп белгілейміз. Орталық атом қандай элемент бола алады? Орталық атом көбінесе электрондары көп сыртында и саны тек қана бірге тең болған атом бола алады. Ал оның төңірегінде лигандтар орналасады екен. Лигандтар көбінесе саны бір немесе бірден көп болады. Ал тағы бізде сол неде элементтің орталық атомдың бөлінбеген электрон жұптары да болады екен. Оларды Е әрпімен, электрон деген неден алынған бас әріп Е деп белгілейміз. Ал енді сіздермен басында сол формуланы құруды үйренейік. Мысалы, бериллий хлор 2. Орталық атом бериллий. Мына А. Бұны А деп белгіледік, мына жоғарыда келіскеніміздей. Екі лиганда бар. Сол себепті X2 дедік. Бағана X деп белгілейміз дедік қой. Мына А X2 болды. Енді сіздер білесіздер, бериллий екінші топта орналасқандықтан, оның сыртында екі электроны бар. Бұл екі электрондарын хлормен байланыс түзуде жұмсап қойған. Сол себепті бериллийде басқа бөлінбеген артықша электрон жоқ. Сол себепті біз Е0 деп алдық. Ал енді қадірлі оқушылар, Гиллеспи бойынша біз қазір мына гибридтелу түрін анықтаймыз. Бұның үшін сіздерге мына бір оңай жеңіл әдісті ұсынып отырмын. Бұл қандай әдіс? Сіздер жақсы білесіздер, S орбиталдар тек біреу ғана болады. Және былай тілде айтатын болсақ, периодтық кестеде S орбиталдар бір бөлмелі үйі бар десек болады, оған тек қана екі электрон сияды. Ал сіздер жақсы білесіздер, P орбиталдардың 6 электрон сиятын 3 бөлмелі үйі бар десек болады. Сіздерге түсінікті болу үшін ұқсатыс қолданып жатырмын. Бұған 6 электрон максимально сығады. Ал енді D элементтердің 5 орбиталы бар. Олардың үйі 5 бөлмелі десек болады. Оған максимально 10 электрон сияды. Сыйымдылығы 10. Ал енді F электрондардың 7 орбиталы бар. Олардың 7 бөлмелі үйі бар. Оған максимально 14 электрон сияды. Оны сызбай-ақ қойдым. Себебі гибридтелу кезінде біз сол S, P, D соған дейін қазір қарастырамыз. Одан кейінгілеріне біз оқулықта, мектеп оқулығында өтпегендіктен оны жалғастырған жоқпын. Демек, S десе тек қана біреуін белгілейді екенбіз. Ал P десе 3-ке дейін белгілей береді екенбіз. 1P, 2P, 3P деп. Бірақ төртінші бұлтты P деп белгілей алмайды екенбіз. Уже бізде D басталып кетеді екен. Ал D-ларды 5-ке дейін белгілеуге болады. Бұл көбінесе комплекс қосылыстарда болады, кешенді қосылыстарда. Бізде қазір тек қана SP көп болады, D-дан 1-2 болуы мүмкін. Түсінікті болған болса, жалғастырамын. Демек, бериллийде мына бір орбитал, тағы бір орбитал болды. Мына оның біріншісін S дедік, екіншісін P деп атадық. Демек, SP гибридтену болды. Демек, гибридтенуда байланыстар саны екеу. Мына біреу және екеу. Көбінесе байланыстар саны екеу болғанда электрон жұптарының геометриясы, молекуланың геометриясы сызықтық болады. Екеу бірдей. Байқадыңыздар ма? Ал енді қадірлі оқушылар, келесі қосылысты сіздермен біргелікте көрейік. Келесі қосылысымыз бор H3, бор гидриді екен. Немесе бор хлор 3, бор фтор 3 болса да тура сол сияқты жағдай күзетілуі мүмкін. Бұл жерде де мына байқасаңыздар, мына орталық атом бор болып тұр бізде. Орталық атом бор болып тұр. Сондықтан оны А деп жазып аламыз. Ал лиганды саны 3 лигандтар, демек X3 деп жазамыз. Енді бор 3-ші топта орналасқандықтан 3 электроны бар. Оның бәрін 3 сутегімен химиялық байланыс түзуге жұмсап қойған. Демек, бөлінбеген бос электрон жоқ. Сол себепті мына жерде Е0 деп жазады екенбіз. Бұл жерде де байланыстар саны 3 болып тұр. Мына 1, 2, 3. Олардың бірінші орбиталды, бірінші бұлттарды S, екіншісін P, үшіншісін да P деп белгілейміз. Неге? Бағана айттық, P-лар 3-ке дейін кете береді деп. S, келесі P, тағы P. Демек, SP 2 болды. Мына көріп тұрсыздар, SP 2 болып жатыр. Мына жоғарыда бізде SP болған еді. Бұнда SP 2 болып жатыр. Байланыстар саны 3-ке тең. Мына 1, 2, 3. Мына жерден анықтасақ та болады. Мына 3-ке 0-ді қоссақ,
3 болып тұр. Демек бізде барлық қатысқан электрондар мына жерде көрініп тұрады екен. Байланыс түзуде қатысқан электрондардың жұптарының саны. Ал енді көбінесе бізде мына байланыстар саны 3-ке тең болған кезде үшбұрыш, дұрыс үшбұрыш болады екен. Молекулалардың да, атомдардың да және электрон жұптарының бұлттарының да пішіні үшбұрыш, дұрыс үшбұрыш болады екен. Көріп тұрғаныңызда ешқандай айырмашылық жоқ. Екеуі де бірдей. Келесі бізде метан молекуласы. Метанның молекуласының орныға біз тағы мысалы С-хлор 4 деп алсақ та болады. Байқасаңыздар, молекула типін анықтап алайық, иә, мына жерде. Байқасаңыздар, демек мына орталық атом А болды. Енді 4 лиганд бар, X4. Бөлінбеген жұп жоқ. Неге? Себебі С 4-ші топта ол 4 электронында мына 4 сутегімен байланыс түзу үшін жұмсап қойды. Онда артып қалған электрон жоқ. Сондықтан Е0 деп белгіледік. Бұл жерде де гибридтелуді анықтап алайық. Мына орбиталда әр байланысқа бір-бірден сызып шығамыз ғой. Сол кезде бізде көрінеді. Демек, біріншісі S деп белгілейміз, P деп белгіледі. Демек, бұл жерде SP3 гибридтену екен. Байланыстар саны 4, мына 1, 2, 3, 4. Демек, байланыстар саны 4 болғанда көбінесе бізде тетраэдр болады екен. Тетраэдр деген нені білесіздер, пішіні қалай болатынын. Негізі үшбұрыштық қыррасы бар, иә, жоғарыда тік бұрышы бар. Соған бәрінен сызық барған. Оны тетраэдр деп атаймыз. Ал енді қадірлі оқушылар, бұл жерде де электрон жұптарының пішіні мен молекуланың пішіні бірдей. Екеуі де тетраэдр екен. Енді сіздермен біз бөлінбеген электрон жұптары болғанда жағдай қалай болады, соны көріп шығайықшы. Гиллеспидің әдісінің артықшылығы, мынандай бөлінбеген электрон жұптары болған кезде кішкене күрделенеді, бірақ бұл әдіспен жеп-жеңіл оны да табып алуға болады, пішінін білуге болады. Ал онда бастадық. Бізге аммиак молекуласы берілген екен. Аммиак 5-ші топта орналасқан, сол себепті сыртына 5 электронды қойып алдық. Мына 5 электрон тұр. Сол 5 электроннан ол үшеуін сутегі, мына 3 сутегімен химиялық байланыс түзу үшін жұмсап қойды. Бір жұп электрон артып қалды. Көрдіңіздер ғой, иә? Мына реакцияда түскен жоқ, бір жұп электрон тұр мына жерде. Ал енді формуласын, молекула типін анықтап алайық. Демек, орталық атом азот болғандықтан А, 3 лиганд бар, X3 болып жатыр. Бір жұп бөлінбеген жұп бар, сол себепті Е1 болды. Қадірлі оқушылар, мына жерде 2 электрон болса, бір жұп деп атаймыз. Түсінікті ғой, иә? Мына жерде 2 болса, мына жаққа 2 деп жазып қоймаңыздар. 2 болса, бір жұп болады. Енді біз байланыста қатысқан электрондар және бөлінбеген электрондардың сандарын қосып жазып кетеміз. Неге? Енді бөлінбеген электрон жұптары да сол геометриялық пішінде өзгеріске ұшыратып оған әсер етеді. Сондықтан да біз олардың қосындысын алады екенбіз. Енді гибридтену түрін анықтап жіберейік сіздермен тездетіп. Гибридтену түрін анықтайтын болсақ, демек бізде мынау біреу, мынау екеу. Әр байланысқа біреуін сызамыз ғой. Мынау үшеу. Енді ат қойып жіберейік, иә, бұларға. Мынау S болды. Мынау P болды. P. Демек бізде гибридтену түрі SP3 болған екен. Енді мына жерде байланыс құруда және бөлінбеген электрон жұптардың қосындысы 4-ке тең болды. Демек, бұл жерде байқасаңыздар, енді мына 2 түрлі түспен жазып қойыппын. Бұны жақсылап мұқият болыңыздар. Электрон жұптарының бұлттарының пішіні тетраэдр болады екен. Ал молекуланың пішіні үшбұрыштық пирамида болады екен. Қадірлі оқушылар, бұл қазір теориялық жолмен көріп жатырық. Кейін бұны FET Colorado арқылы тағы сіздермен практикалық жолмен де көрсететін боламын. Сол кезде тағы да көздеріңіз жетіп, көздеріңізбен көріп, жақсы түсініп аласыздар деген ойдамын.
Енді келесі зат бізде су молекуласының құрылысы. Су 6-шы топта орналасқан, сондықтан сыртында 6 электрон мына тұр. Одан 2 электронны мына сутегімен байланыс түзуге жұмсап жатыр. Ал 2 жұп электрон, онда не болып жатыр? Мына жерде 2 жұп электрон. Мына и мына. Сондықтан молекула типін анықтаймыз қазір. Бұл жерде бізде орталық атом оттегі болып жатыр. А, 2 сутегі бар, сол себепті X2. Естеріңізде болса, мен айтқанмын, иә, орталық атом саны азы орталық атом болады. Көбінесе ол бірге тең болады деп. Соған қарай анықтаймыз, қадірлі оқушылар. Ал енді бөлінбеген электрон жұптарының саны біреу, екеу. Сол себепті мына жерге Е2 деп жаздық. Енді байланыста қатысқан және бөлінбеген электрон жұптарының қосындысы 4-ке тең болып жатыр. Мына көрдіңіздер ме? Бұл жерде де. Енді гибридтену типін анықтап жіберейік сіздермен қазір тездетіп. Гибридтену типі қандай болады? Мына демек бастадық. Мына бір байланыс бар. Мына жерде екінші байланыс бар. Мына жерде үшінші байланыс бар. Мына жерде төртінші деп есептейік. 2 жұп бар ғой, электрондардың 2 жұпы бар. Соны да гибридтенуге қосамыз. S, P, P, P. Демек бізде S, P3 деген гибридтену түрі екен. Демек, енді бұл да SP3 гибридтену түрі. Электрон жұптарының пішіні тетраэдр екен, ал молекуланың пішіні болса бұрыштық. Байқағандарыңыздай, екеуі әртүрлі болып тұр, бірдей емес. Жоғарыда бөлінбеген электрон жұптары болмаған кезде екеуі бірдей еді, енді әртүрлі болып шығып жатыр. Неліктен? Себебі мына жерде бөлінбеген 2 жұп электрондар тебісіп жатыр ғой мыналармен. Ал бұл химиялық байланыс құрған бұлттарымыз олардан қашып жатыр. Сол себепті мына бұрышымыз да өзгереді. И мына молекуланың пішіні мен электрон бұлттарының пішіндері де бір-бірден айырмашылық болады. Ал қадірлі оқушылар, келесі молекула бізде хлорсутек. Молекула типін анықтап жіберейік. Демек бізде хлор орталық атом А, X деге 1. Неге? Бір ғана лиганда. Ал енді мына жерде байқасаңыздар, біреу, екеу, үшеу не бар екен? Бізде бөлінбеген электрон жұптары бар екен. 3 жұп бар екен. Ал енді гибридтену түрін анықтайық, иә? Сол кезде бізге тағы да анық көрінетін болады. Бұларға әріп қойып жіберейік. SP, P, P. Демек, бұл жерде де SP3 гибридтену түрі екен. Бұл жерде байланыс түзуге 1 жұп, ал мына жерде бөлінбеген 3 жұп болғандықтан, жалпы олардың қосындысы 4-ке тең болып жатыр. Бұл дегеніміз, оның пішіні, электрон жұптарының пішіні тетраэдр, ал молекуланың пішіні сызықтық. Мына жерде сызықтық болып тұр ғой, мына хлор H. Сол себепті молекуланың пішіні сызықтық болады екен. Тағы айырмашылықты көріп тұрсыздар. Қадірлі оқушылар, келесі бізде күкірт хлор 4 молекуласы екен. Күкірт хлор 4 молекуласы, назар аударайық, кішкене тағы күрделеніп жатыр. Бірақ дегенмен күрделенсе де біз қазір сіздермен бұның несін анықтаймыз? Біргеліксе гибридтену түрін анықтаймыз и молекуласында типін анықтаймыз. Демек, S дегеніміз бұл орталық атом А, 4 лиганды бар, X4 болды. Бөлінбеген электрон жұбы бізде 1 жұп болып тұр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына көріп тұрсыздар, иә? 1 жұп электрон мына жерде тұр ғой бізде, мына бөлінбеген. Ал енді гибридтену түрін анықтап жіберейік. Гибридтену түрін анықтайтын болсақ, мына бізде әр байланысқа бір-бірден гибридтену сызамыз. И мына тағы жұпқа да бөлінбеген электрон жұбына да сызатын боламыз. Енді аттарын жазып жіберейік. S, P, P,
Байқасаңыздар, пылар 3-ке дейін ғана барады, уже 3 болып қойды. Демек, мынау келесі Д болады. Демек, бізде бұның гибридтелу түрі қандай болды? Гибридтену түрі SP3D болып жатыр. Түсінікті ғой, иә? SP3 и D болып жатыр. Демек, бұның гибридтену түрі кішкене өзгеше болды. Күрделірек болды, күрделірек болды. Ал енді байланыста қатысқан мына жерде 4, мына 1, 2, 3, 4 бар. И бір жұп бөлінбеген бар. Оны қосқанда бізде барлығы 5 болып жатыр. Енді қадірлі оқушылар, мұқият болыңыздар. Мына бізде 5 деген сан шықты. Бұл жоғарыдағы 4 деген санға қарағанда тағы артық. Енді соған сай мына жерде олардың атом және молекулалар геометриясында өзгеріс бар деген сөз. Сіздер электрон жұптарының геометриясы тригоналды бипирамида, ал молекуланың геометриясы әткіншек екенін көріп тұрсыздар. Әткіншек дегеніміз бәріміз білетін шығармыз. Мына екі аяғы болады. Мына жерге біреу отырса, мына жағы көтеріліп кетеді. Ал бұл жаққа отырса, мына жағы көтеріліп кетеді. Соны әткіншек деп атаймыз. Тура сол сияқты болады екен. Сол себепті бұны әткіншек деп атаймыз. Демек, молекуланың құрылысы әткіншек сияқты, ал электрон жұптарының, бұлттарының несі геометриясы тригоналды бипирамида. Екі пирамида ғой, бір-біріне жабысып қалған. Қазір сіздермен бұны көретін боламыз. Google'дан да пирамида, бипирамида, тетраэдр деп олардың пішіндерін көріп алсаңыздар, тағы да жақсы түсінікті болады деп ойлаймын. Бізде соңғы қосылысымыз қарайтын болсаңыздар, ксенон фтор 2 немесе ксенон хлор 2 екен. Бұның молекула типін анықтап жіберейік, я сіздермен. Демек, бізде орталық атом ксенон болып тұр. Лигандалар саны 2, мына хлор X2, ал бөлінбеген электрон жұптары ксенон 8-ші топта орналасқан үшін 8 электрон тұр. Екеуін хлормен байланыс түзуге жұмсап қойды. 6-ау артып қалды бізде. 6 жұп артып қалды. Мына сіздерге көрсетіп жіберейін. Мына біреуі, мына екіншісі, мына үшіншісі. Ал енді гибридтену түрін көрейік. И мына электрон жұптарының, бөлінбеген электрон жұптарының санын жазып қояйық. Мына жерге 3 болды. Енді байқасаңыздар, мына байланыста қатысқан және электрон жұптарының бәрін қосқанда 5-ке тең деген сан шығып жатыр. Демек, 5 дегеніміз бұл тағы оның пішіні күрделі деген мағынаны білдіреді. Енді гибридтену түріне қайтайық. Гибридтену түріне қайтатын болсақ, хлордан бастайық, 2 хлор, одан кейін мына жерде 1 жұп, тағы 1 жұп, тағы 1 жұп орбиталдар бар екен. Енді аттарын жазайық, S, P, P, P. Демек, P 3 ғана болуы мүмкін, 4 бола алмайды. Мына сондықтан мынау D болды. Демек, бұның гибридтенуі де SP3D екен. Тура мына жоғарыдағы молекула сияқты. Демек, олардың молекула типтері бір-біріне ұқсап жатыр, Ал енді қадірлі оқушылар, мына жерде бізде бағана айттым 5 деген сан шықты. Бұл дегені пішіні күрделі деген сөз. Электрон бұлттарының пішіні, электрон бұлттары орбиталдарының пішіні, немесе атомдар геометриясы деген сөзді қолданады. Тригоналды бипирамида екен. Ал молекуланың пішіні болса сызықтық. Неліктен? Мына хлор бияқа и бияқа шықса, мынандай бір сызықты болады ғой. Тура SP-дағы сияқты. Демек, сол себепті бұл сызықтық молекуланың пішіні. Ал мына бөлінбеген электрон жұптарының несі оларға әсер етіп, қосылған кезде тригоналды бипирамида болып жатыр. Ал қадірлі оқушылар, біз бүгін сіздермен валент электрон жұптарының тебісу теориясын көріп шықтық. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Тағы бір рет сіздермен алгоритмдерін еске түсіріп жіберейік. Бірінші молекула типін анықтайды екенбіз. Кейін біз гибридтену түрін анықтайды екенбіз.
кейін байланыста қатысқан және бөлінбеген электрон жұптарының санын қосып оны анықтайды екенбіз. Келесі біз тағы атомдар және молекулалар геометриясын анықтайды екенбіз. Олар мынандай бөлінбеген электрон жұптары болған кезде әртүрлі болады екен, ал бөлінбеген электрон жұптары болмаған кезде бірдей болады екен. Сіздерге үйге тапсырма ретінде міне көмірқышқыл газы мыналарды беріп жатырмын. Бұлардың барлығын тура мен сияқты сондай алгоритммен істеп шығыңыздар. Бірінші молекула типін анықтаңыздар, гибридтену типін анықтаңыздар, бұл сандардың қосындысын табыңыздар, сосын атом геометриясы, сосын молекула геометриясын анықтаңыздар. Мен сізге қазір мына теориялық жолмен көрген барлық тақырыбымызды Фет Колорадо дейміз. Практикалық жолмен қалай болады бұл? Соны көрсетіп беремін. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар. Қазір сіздермен сабағымызды Фет Колорадода жалғастыратын боламыз. Қадірлі оқушылар, сұрақтар туындаса, біздің каналымызды білесіздер, жазыңыздар, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Сабақ ұнап жатса, оны да комментарийда жазып қалдырыңыздар. Қадірлі оқушылар, жалғастырамыз. Біз валент электрондардың тепсу теориясы практикалық жолмен көретін боламыз. Қазір бізде аммиак молекуласы, мына жерде орталық атом тұр, азот. Демек, аммиак молекуласында 3 лиганд бар, иә? Демек, мына 3 лигандты орналастырамыз. Сосын бөлінбеген бір жұп электрон бар. Мына лонг пейер дегеніміз сол бөлінбеген электрондар. Бос электрон деген мағынаны білдіреді. Мына бізде уже құрылысы көрініп тұр. Демек, сіздер байқаған болсаңыздар, молекуланың құрылысы бізде не болды? Тригонал пирамида болды. Ал электронның құрылысы, электрон орбиталдардың құрылысы бізде тетраэдр болды. Мына қараңыздар. Бұлай қарасаңыздар да болады. Немесе бұлай қарасақ та болады. Мына үшбұрыштық негізі мынандай сызықтарды бұлай жіберсек, не болады? Бізде пирамида болады. Демек, мына негізі атомдардың геометриясы тетраэдр болып жатыр. Мына көрдіңіздер ме? Тетраэдр мына үш бұрышы и мынандай не болады? Тік бұрыштары болады. И объемы бар. Түсінді ғой, иә? Енді келесі мысалымызды көрейік. Келесі мысалда бізде, қадірлі оқушылар, су молекуласы. Демек, H2O, иә? Мына бізде қараңыздар. Мына орталық атом тұр дейік. Екі сутегі атомдары мына H2 сызықтық болып тұр, иә? Как будто. Ал енді қараңыздар, қазір мына жерде біз лонг пейерді қосып жіберген кезде су молекуласында сіздер жақсы білесіздер, екі жұп бөлінбеген электрондар бар. Мына. Енді мына екі жұптың өзі әсер етіп, мына жердегі как будто сызықтай болып, тура болып тұрған еді, бұрыштық болып қалды. Мына көрдіңіздер ғой, иә? Демек, сол себепті біз молекуланың пішіні деген кезде әрдайым бұрыштық дейміз. Ал атомдардың пішіні деген кезде біз не дейміз? Тетраэдр дейміз. Қалай тетраэдр болып жатыр? Мына қараңыздар. Мына қараңыздар. Демек, мына үшеуін бірлестіреміз. Мына үшеуін. Сосын мына жоғарыдағыға сызықтар жіберетін болсақ, бізде не болады? Тетраэдр түзіледі. Және оның ішінде объемы бар болады. Демек, молекуласының пішіні бұрыштық, ал атом орбиталдардың пішіні тетраэдр болып жатыр. Келесі мысал, енді бізде H хлор еді, иә? Демек, H хлорда мына орталық атом тұр, хлор, енді H-ты жібердік оған, H хлор, мына молекуласы құрылысы сызықтық болып тұр. Енді бұл молекуланың пішіні. Ал енді біз оған жұптаспаған қанша электроны бар хлордың? Сыртында бізде жұптаспаған 3 жұп электроны бар. Демек, мыналардан үшеуін жібереміз. Ал енді қараңыздар, ішіне ұқсап қалды.
мыналарды үшеуін біріктіріп, жоғарыға біріктіретін болсақ, тетраэдрге ұқсап қалды. Демек, молекуланың пішіні сызықтық, ал электрон орбиталдардың пішіні тетраэдр екен. Қадірлі оқушылар, мына бәрі практикалық жолмен көрген, тиімді, анық болып көрінеді көзімізге. Одан кейінгісі күкірт, хлор 4 дедік, иә? Мына лигандылардан 4-өн жібереміз. Мына бізде күкірт, хлор 4 болды. Байқасаңыздар, молекуланың пішін тетраэдр сияқты. Мына үшеуін былай бір-біріне былай сызықтармен бірлестіріп, кейін мына жоғарыға, тік жоғарыға сызықтар жіберсек, сол тетраэдр болады. Ал енді электрондардың геометриясы, мына бізде байқаған болсаңыздар, бір бос электрондардың жұбы бар, бір лонг пейр бар. Бұл кезде бізде не болды? Уже өзгеріп кетті енді. Бағана тетраэдрге ұқсап тұрған еді, ал мына әсері, мына жұптаспаған электрон жұбының әсері нәтижесінде бізде уже бұл әткіншек болып қалды. Бағана тетраэдрге ұқсап тұрған, бірақ ол тетраэдр болмай қалды енді. Не болды? Ол әткіншек болды. Қазір көресіздер, қалай болады бұл. Мына әткіншек дегеніміз мынау, қадірлі оқушылар. Как будто сіздер мына жаққа отырсаңыздар, бұл былай төменге түссе, мына жақ көтеріліп кетеді. Или мына жаққа отырсаңыздар, бұл былай түссе, мына жақ көтеріліп кетеді. Тура әткіншектің өзі ғой, иә? Демек, молекуланың пішіні әткіншек болып өзгерді. Ал енді атомның пішіні қалай? Атом орбиталдардың пішіні былай қарайық. Иә, атом орбиталдар былай қарайтын болсақ, мына жерде бізде мына 1, 2, 3 мына 3 бұрыш болды, иә? 3 бұрышта мынаған тік сызықтар жіберейікші, былай, үшеуін. Не болды? Бізде пирамида болды. Ал тура сондай мына жаққа да жіберейікші, екінші пирамида болды. Демек, 3 бұрыштық 2 пирамида бір-біріне жабысып тұр ғой. Сол себепті тригоналды пирамида деп, бипирамида деп аталады. Демек, күкірт хлор 4-те молекуланың құрылысы әткіншек, ал атом орбиталдардың геометриясы тригоналды бипирамида. 2 пирамида бір-біріне жабысып қалған. Түсінікті, иә? Бұны тағы сіздер Google-дан көрсеңіздер болады, қандай болады бипирамида, түсініп аласыздар. Енді бізде соңғысы, қадірлі оқушылар, бұл ксенон хлор 2 еді. Ксенон хлор 2-ні жасап жіберейік. Мысалы, бізде орталық атом мына ксенон тұр. Бір хлорды жібердік, екінші хлорды жібердік. Мына молекуланың пішіні сызықтық болып тұр, иә? Бұл ешқандай бізде қазір жұптаспаған электрондардың әсері болмаған кезде. Ал енді жұптаспаған бізде ксенонда 1 емес, 2 емес, 3 жұп бар екен. Оларды жіберейік. Оларды жіберген кезде не болды бізде? Қараңыздаршы. Демек, мынау сызықтық бойынша тұр молекуланың пішіні, ал атомдардың пішіні болса, былай істейік. Мына 3. Көрдіңіздер ғой, 3. Үшеуін бір-біріне сызықтармен қосайық. Олар бірлескен кезде мына основасы 3 бұрыштық. И мына жерде жоғарыға жібереміз де, енді біз сызықтарды жоғарыға, мынандай. Сонда бізде пирамида түзіледі. Ал мына жақта тағы бір пирамида. Бірақ енді бұл 2 пирамида екеуі бір-біріне жабысып тұр ғой. Сол себепті бұлда тригоналды бипирамида болады екен. Демек, қадірлі оқушылар, байланыстар саны 5-ке өткен кезде бізде уже бипирамида және 2 пирамида бір-бірімен қосылып кеткен геометрияға, күрделі геометрияға, құрылысқа ие болады екен. Демек, қадірлі оқушылар, біз сіздермен қазір атомдар және молекула пішіндерімен танысып шықтық. Бөлінбеген электрон жұптары болған кезде 1, 2 немесе 3 бөлінбеген электрон жұптар болған кезде олардың тебу нәтижесінде тебеді екен да. Сол себепті тепсу теориясы деп жатыр ғой. Мына қараңыздаршы, мына теуіп жатыр да. Мыналар келді ғой. Бұлар теуіп жатыр. Сол тепкеннің арқасында
мына олардың пішіні, уже орбиталдардың пішіні не болды? Өзгеріп кетіп жатыр. Демек, қадірлі оқушылар, валент электрондардың тебісу теориясы деп айтқан себебі неде екен? Мына бөлінбеген электрон жұптары сол атомдарының құрылысына, геометриялық пішініне әсер етеді екен. Сол себепті атомдардың пішіні мен молекулалардың пішіні бір-бірінен геометриялық пішіні айырмашылыққа ие болады екен. Біз мына практикалық жолмен көрдік. Барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздермен валент электрондардың тебісу теориясы тақырыбын біз аяқтадық. Енді үй тапсырмасын барлықтарымыз орындайық, иә, жарай ма? Үй тапсырмасы берілген болатын. Бағана алдыңғы немізде тұр үй тапсырмасы. Жақсылап қарайсыздар. Со 2, ол жерде үй тапсырмасында ксенон фтор 2, тағы фосфен PH3, біраз тапсырмалар берілген. Солардың барлығының атомдар орбиталдарының геометриялық пішіні және молекулаларының геометриялық пішіні анықтаңыздар. Сабақ аяқталды. Келесі сабақта көріскенге дейін сау болыңыздар, қадірлі оқушылар. Сұрақтар туындаса, кураторларға жазыңыздар. Жарай ма? Сұрақтар туындамай барлығы түсінікті болған болса, комментарий жазыңыздар, қадірлі оқушылар.